Сәлем, қыз келіншектер. Біз бүгін овсяные котлеты дайындаймыз. Овсянка жармасынан котлет дайындаймыз. Оған бізге керек бір кесе овсяные хлопья, 2 қасық ұн, бір кішкене пияз ұсақтап турап аламыз. Үкіштен сәбіз өткізіп аламыз. Кішкене май, 2 қасық, жарты шай қасық тұз, бір шай қасық тұз, сода, жарты шай қасық, бір шай қасық тұз, және 4 жұмыртқа. Қазір біз ыстық суға осы 2 кубик бульонды езіп аламыз да, мынау жармамызды салып, осыған ыстық сумен бұқтырып қоямыз. Міне біз ыстық суды құйып, бульонымызды езіп алдық. Енді оны жармаға, овсянка жармасына құйып, оны жақсылап жауып бұқтырып қоямыз. Міне біздің овсянкамыз дайын болды. Енді біз бұған қалған қосатындарымыз қосып, араластырып, одан кейін оны жарит етеміз. Қазір кішкене май қосамыз. Сәбізін қосамыз. Пиязын қосамыз. Жұмыртқасын қосамыз. Ас содасын қосамыз. И онды қосамыз ақырындап. Қазір ақырындап осылай араластырып аламыз. Мінекей 2 ас қасық ұнымызды қостық. Енді жақсылап араластырып аламыз. Енді бұны қазір жақсылап. Тұзы нормальный екен. Тұз қоспауға болады. Бульонның тұзы бар. Сондықтан енді біз қазір бұны жақсылап мынамен араластырып аламыз. Қыздар, мінекей, енді осылай табаға майымызды қыздырып алып, мынаны шетінен алып, ақырын құйып, мен көрінбей тұрмын ба? Міне осылай араластырып, ақырын шетінен алып құйып, пісірамыз. Бісмилла. Дұрыс. 2 қасықты алып. Кетеміз. Естіп. Ұнтқа пісіріп аламыз. Бісмилла. Қазір. Міне осылай табаға қуырып сөйтіп аламыз. Міне осылай қыздар алып, екінші қасықтан астына ұстап тұрасыздар, осылай салып, осылай қуырамыз.
Мінекей қыздар, котлетіміз дайын. Осындай котлетті сіздер де жасап жеңіздер, ас болсын. Лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Бұдан да жақсы тағамдарды үйретемін.